Salam aynalayım. Görgönlerim olsun. Alik salam aynalayım. Oy жақсы бала екенсіңдер. Бала мына бала бір бөтен бала ғой. Екі бөтен бұл қаяқтан келген бала? Мен көрмеген балам. Мен Көшаудан көшіп келдім. Әкешің болмаса сен Көшаудан көшіп келген болсаң, сен біз ауылға келген қонақ екенсің айналайын. Қонақ деген көршінің үйіне барып дәм тату керек. Сен әкешің болса шақырып біздің үйге келген үйде боламын. Өте жақсы айналайын, өте жақсы. Бақытты бол айналайын, бақытты бол. Өркені өсін айналайын. Кел, қош келдіңдер айналайын. Қай жерден көшіп келдіңдер қарағым? Біз Көшаудан көшіп келдік. Мен өзім орыстың қызымын, бірақ қазақ жігітке тұрмысқа шығып, қазақ ауылына келін болдым. Өте жақсы айналайын. Бұл айналайын, бұл бала шежіре деген болады қазақта. Шежіре, қазақтың шежіресі. Шежірені білу үшін адам жеті атасын білу керек. Жеті атасына дейін білу керек. Жеті атасын білмеген жетесіз деген сөз бар. Сондықтан сендер әкелердің әкесін сол жеті атаңа дейін біліп өсіңдер айналайын. Қазақта сен баласыңдар, сендер баласыңдар. Сендердің әкелерің бар, әкелердің әкелері бар, оны ата дейді. Оның аталарының да әкесі бар, оны арғата дейді. Ол кісінің арғатасын баба дейді. Одан кейін түп ата дейді. Жетінші атаңды тек ата дейді. Сонда қазақта бала, әке, ата, арғата, баба, түп ата, тек ата деп жетіге бөлінеді. Осы жетіге дейін біліп алыңдар. Рахмет айналайын. Ақылдарың бар бала кезінде. Қандай терең мағына бар екен. Рахмет сізге ата көп түсіндіргеніңізге. Рахмет айналайын. Маған да осы туралы қызық болды ғой. Ата, сізге көп рахмет. Мен өзім орыс ұлтынан болсам да, мен қазақ еліне келін болдым. Қазақ жерге тұрмысқа шықтым. Мына ұрпақтарымды, балдарымды қазақ салт дәстүрімен тәрбиелеп отырмын. Сізге көп рахмет. Өте орынды айналайын, өте орынды жақсы істегенсің, дұрыс қой. Біз ұлтқа бөлінбейтін еліміз айналайын. Сосын қазақта сен өте жақсы тәрбиелеп жатырсың балдарды. Қай жерден отын отпасаң, сол жердің суын ішесің деген бар. Сен қазақ ұлтына шықтың ба, сол ұлттың әдет ғұрпын, дәстүрін білуің керек. Мен де келген жоқпын. Бізде кішкентай кезімізде мамамыз осындай тоқаш пісіретін еді. Мен де бүгін сіздің дастарханыңызға осындай алып келдім шайға. Рахмет сізге. Рахмет айналайын. Дұрыс қой, наннан көрсеткен жоқ. Рахмет. Я Құдайым, асқа берекет, адамға қанағат, күллі пәледен аман ет. Бергейсің бақыт, бермегейсің бейнет, мал басын аман ет. Кеткендерің келгей, кептіктерің толғай. Екі дүниелерің абат, екі тойларың қабат болғай. Шақаларың мың, тамырларың бір болғай, айналайын. Алла тағала бастарына бақ бергей, астарына тақ бергей. Бала шағалардың аман, дендері сау, ауыздары бір, өсіп, өніп, өбірлі шөбірлі, бір қауым ел бола